Майамиде жүрсіңдер ме, қай жақта жүрсіңдер, пальма өсіп тұр ғой деген сияқты. Негізі өте ыңғайлы шешім болды бұл. Иә, жобалау кезінде оның барлығы ескерілді. Мынау қазақи болсын дедік. Әке-шешем, үлкен кісілер келгенде осы жерде жан бастап жатып, шай ішіп жатады, демалады, көлеңкі, рахат. Бір Таиландқа барған кезде тура осындай пальмаларды ұнаттым да, сондайды іздедім. Бағасы? Мен бұның бағасы 700 деп айтқан, в общем 600-ге келістік қой. Негізі мынау Бәкеңнің өзінің шешімі. Үйдің ішіне кірген кездегі ең басты ерекшелік, ол бізде көпшілік үйде второй свет холдың гостиный зонаның үстінде болады ғой. Бұл жерде кіргеннен бастап второй свет басталады. Төбеде ешқандай перекрытие жоқ бірмен екінің арасында. Бұл да бір үлкен кеңістікті береді үйге. Сосын бізде мынау айналмалы лестничный клеткамыз. Бұл жерде лестница на монокосауре деп айтылады екен. Бұның ерекшелігі енді пространствоны жаумайды, арғы бет бері бет көріне береді. Шпоннан и айна. Айнаны да прозрачный қойдық. Темный болып қалса, бұндай сәндік бермесе. Бұндай эффект бермей қалады. Кірген кезде бізде ешқандай тамбур жоқ. Ешқандай тамбур жоқ. Мебель қай жерде тұр бұл жерде? Вот енді бұл жерде мына стенамен бірдей қылып, бұны салатын кезде ескердік. Есіңізде болса, сіз осылай салсаң, орын әрі көрінбейді, мешать етпейді. Енді қараңыз, мынау бір линия болып кетеді. Стена болып тұр, еще айна болып тұр. Бұны ешкім ойламайды, мебель бар екен деп. Бірақ бұл былай қарай ашылады. Былай қарай басқан кезде бізде кәдімгі мебель. Кішкентай ұлдардікі, қыздардікі и өзіміздің. Бұның үстінде тоже шкафы бар. Полезный площадь бар үстінде, жоғарғы бөлікте. Бірінші оң жақ беттегі бөлме бұл қонақ бөлмесі. Қонақ бөлме, гостиный. Қазақша бөлме деп жатады ғой енді бізде. Бұл жерде міне есікке қатысты көп адам біле бермейтін зат бар екен. Байқасаңыз, көп адамдар мына есіктің стопырын магнитный астынан жоғарыға қарай қояды, либо бір зат қойып қояды. Зат қойып қояды, аяқтың астына. Ал бізде бұл стопыр мына есіктің ішінде. Есіктің ішінен наоборот сыртқа қарай шығады. Сыртқа қарай шығады. Полдағы жоғары көтерілмейді. Өйткені ол уақыт өте келе кір тола дегенде шықпай қалады екен. Ал мынау любой время төменге қарай түсе салады. И петлясы да. Бізде скрытый. Есіктің өзі 2,40 есік қойды. Бізде потолоктың биіктігі жобалау кезінде черновой 380 болып ескерілген тұғын. Қазір бізде қалып тұрған 3,5. Таза 3,5 қалды. Өйткені бізде вентиляционный вент каналдар бар. Канальный вентиляция қойылған себепті ол 20 түсті. И гипсогардонмен, в общем, 30 түсті. Таза 3,5 қалды. Енді бізде көпшілігі үйді жобалау барысында, құрылыс барысында, жоба сыздырсын, сыздырмасын өздері соққан жағдайда жаңағындай черновой есептейді. Құрылыс біткен кезде ары кетсе бір 15-20 см жоғалтамыз дейді. Онда кейін уақыт өте келе вентиляция істеу керек екен дейді. Сонымен өзі күткен биіктік шықпай қалып жатады. Осының барлығын жобалау кезінде ескеріп кеткен дұрыс болады. Кейін мынаны байқасаңыздар, көп адамдар панель гибкий мрамор деген нәрсе жабыстырады да. Бұны ұзақтан қазір камерада сондай деп ойлап тұрған шығар. Бірақ бұл гибкий мрамор емес, кәдімгі стена. Тек қана біз мына жерде пешка деген өзінің профильдерін стенаны ойып тұрып қойдық та, бірақ көзге сол сияқты көрінеді. Плюс стенамен бірге. Оны стенаны ойып ішке қарай кіргізіп, одан кейін ішіне мына плюсті өзінің профилін қойып, одан кейін плюсті қойдық. Жалпы мынау бөлме бізде енді қатты бір ұзақ тоқталатын не жоқ, TV зона, мебельдер барлығы ескерілген. Ары қарай кеттік. Кухня, столовый және біздің гостиный зонамыз, қонақтарға қанша персон? 18 адамға. 18 адамға. Мысалға бөлек зал істеп жатудың қажеті жоқ. Ол пустойт етіп бесполезный болып тұрмайды. Бұл жерде өзіңіздің отбасыңызбен отырып та тамақ ішесіз, шақырылған қонақ болсын, шақырылмай келген қонақ болсын, барлығына ыңғайлы. Барлығын сыйғыза аламыз. Бұл жерде есіңізде болса, бұл мына жақ кухня, мына жақ зал болып тұр ғой. Мынаны біз былай ашылатын купе істедік та, столды қосып, былай қарай тағы да адам жалғастыра беруге болады. Біз ортадан ұзарады. Мына басқа дейін, мына басқа дейін, сонда 40 адамға дейін сыйғызуға болады. Қажет болған жағдайда. Оған бір 9-ға 6 деген сияқты зал істеп жүрудің қажеті жоқ. Бізде видеограф мырза Бекзат сәл қысқартыңдар деп жатыр. Біз сол үшін ақпаратты қысқа айтайық. Мына бізде кухня, столовый және де мына жерде байқайтын болсақ ручка тұр. Бұл не ручка? Не есік бұл? Бұл қосымша рабочий кухня деп айтылады. Бүкіл тамақтың бәрі основной осы жақта жасалынады. Ештеңке бармайды, бәрі далаға кетеді сол жақтан. Бір
қатты үлкен жер. Үлкен бөлме емес, бірақ жұмыс істейтін. барлық ыңғайлылық жасалған. Иә. Қосымша кладовка ретінде де қолданылған. Керемет. Енді бұл көп бізде енді жоба сыздыруға келген кезде ер азаматтар ғой келетін, ер кісілер. Бірақ ер кісілер бұл нәрсені ескере бермейді. Өйткені бұл әйел кісілерге ыңғайлылық қой. Сол себепті бұны жобалау кезінде қабырғаңызбен ақылдасып отырып, осыны енді істеп кетсеңіз сізге алғысын айтатын міндетті болады. түрде жасау керек екен бұл затты, ше. Әкең өзі кәсіп көріп жатыр. Әйелім осы жақта өзімен өзі істеп, ешкімге мешать етпейді бір-біріне. Иә, керемет. Өзімен өзі жүре береді да, рахаттанып. Иә, жаңағындай бізде ет қайнатады, үй буланып кетеді, бауырсақ пісіреді, үй жаңағындай иіс шығады деген сияқты нелер осы жерде істеледі. Сіздің қымбатқа жасатқан кухняңыз сізге ұзақ қызмет жасайды мына жерде. Жаңағы біздің парадный есіктен тікелей келіп, үйдің артына шығып кету. Жаңағы біздің кішігірім зона отдыхымызға осы есік мүмкіндік береді. Бізде ортада бір бөлме қалды. Иә, айтылмаған бір бөлме қалды. Көбінесе қонақтардың санузелі деп біз жасағанбыз. И сосын мынау қандай панель қызметіне? Вентиляциясы, кондиционирование, иә? С охлаждением. Два в одном. И жылытады, и суытады. И ауа тазартады. Ауаны да сорып алады. Осы заттар бүкіл үйді потолоктан түсіп тұрады біздің кондердің барлығы. Скрытый болып отдельно тұрмайды. Мынандай ұзын-ұзын мына жерлердің барлығынан салқын ауа ұрып тұрады да, сонда үйдің бүкіл салқындығы бірдей болады. Енді қазір бізде вентиляцияға қатысты сұраныс артуда, өйткені оның пайдасын, қажеттілігін енді түсініп жатыр халық. Төбеге кеттік па? Бұл енді өзімнің бөлмем десек. Бұл мынау как раз мына жақта тауға қарап тұрып, тауға қарап тұрасың, беговой дорожка тұр. Тауға қарап жүгірген кезде зерік кетпейсің, қанша жүгіргеніңді ұмытып кетесің. Керемет. Бұл жердің өзінде қаншама зат жасауға болады. Спорттың барлық түрін жасауға болады. Бір үлкен бөлме арнап, оған қажет емес дүниелерді толтырғаннан гөрі, осындай 3 в 1, 4 в 1 деген сияқты беговой дорожка, ары кетсе эллиптический тренажердің өзі жеткілікті негізі үй үшін. Одан артық керек болса, фитнес клуб. Үйдің условиясында мынау жетіп артылып жатыр. Мына екі терезе айтқандай штормен ашылып жабылады, Алисамен жұмыс істейді бұның бәрі. Бізде еще умный дом. Умный дом, сол мәселені ескеріп кетейік. Керемет. Мынау біздің мультифункциональный, теплый серия. 8 ма, 10 ма стеклопакет? 10. Двойной, керемет. Мынау біздің жаңағы кіреберіс жердегі тамбурымыздың второй светі. Жоғары қарай үлкен второй светі лестничный клеткадағы тереземізбен парадный есіктің үстіндегі терезе екеуі сырт жаққа бөлек эффект беріп тұр. Сосын мына люстраға да бір тоқталып өтсек, бұл өте көп еңбекті қажет еткен дүние. 15 күн жұмыс істеді осының. Әр қайсысын бөлек-бөлек ілді. Бұл 300 люстра барлығы қосылғанда. Бұл жерде екіге бөлініп жанады. Мысалы, мынау қазір 240 жанып тұр. Қазір 300 жанып тұр. Мынаны өшірсең 60 жанады. Мягкий свет болып тұрады. Біз күнделікті қолданғанда 60-ын ғана жағып қоямыз. Қонақтар келіп, адамдар көбейгенде 300-ін бірақ толық жағып қоямыз, освещение көбею мақсатында. Керемет. Бірінші бөлме? Бұл өзіміздің мастер спальня. Есіктің бәрін байқасаңыз, ішке ашылады. Енді қараңыз, көп есіктер сыртта тұрса, ол сыртқа ашылады. Ішке ашылмайды. Ал мына есіктің ерекшелігі бұл ішке ашылады. Бірақ сыртта тұрады. Ешкімге мешать етпейді. Нерде тұрса былай қарай, былай мешать етеді ғой. Ал бұл жерде мынау ішке ашылған кезде ішті көрсетсек рұқсат па? Иә, рұқсат. Бұл жерде өзіміздің бөлмеміз. Есіктің алдына қарап тұр. Балконға қарай выход бар. Үйдің алдына қарай шыға беруге болады. Жаңағыдай сыртта бір дауыс шығып жатса, басқа болып жатса, далаға шығып жүрудің қажеті жоқ, сыртқа қарай шығасың. Мынау біздің фасадқа красота беріп тұрған рейка. Балкон. Мына жақтан тоже бүйтіп. Бұл жаңағы детскийларға қарай доступ жоқ бізде. Бұл үлкен өзіміздікі болғаннан кейін отдельно болсын дедік. Мастер спальныйдың өз алдына гардеробы мына жерде. И одан бөлек мына жақта туалеті бар. Бұл бөлме өзіңіз сызып бергендей прачка. Бұл да әйелінің бөлмесі. Өте ыңғайлы екен. Өзі жуады, өзі кептіреді. Үтіктейтіні бар. Енді көпшілік жобада именно прачка жаңағыдай глухой зонада қалып кетеді, тупиковый бөлмелерде. Бұл жерде естественная вентиляция, естественное освещение, терезе ойластырылған, бастапқыдан ойластырылған. Өзінің полноценный терезесі бар. И 3 спальняге бұл жақын тұрда. Барлық бала шағамыз өзіміз өз жерге келіп тастай береміз киімдерді. Основной киім бізде спальня жатын бөлмелерден шығады, қайтып жуып, кептіріліп, үтіктеліп, қайтып осы жатын бөлмелерге кіргізді. Мынау бізде намазхана. Бұл намазхана. Өзіміздің құбыла осы жақта. Тура осыны ұйымдастырды, өзіңіз білесіз, батысқа қарай турладық құбыланы. Светтер тоже датчикпен жанады.
намаз 5 уақыт оқу бізге парыз. Керемет. Алла берген өмірді намазбен арнайық деп өз алдымызға бөлместедік. Бұны ұмытпау керек бұл нәрсені. Тіршілікте құлшылықты параллель алып жүруді ұмытпау керек. Мына жерде қыздардың бөлмесі. Жоғарыдағы біздегі спальнердің барлығы мастер спальня. Өзінің гардероб санузел. Бәрінің өз алдына шомылып, өз алдына жуынып, бір-бірімізбен бүйтіп мешайт етпейміз. Общий ванна жоқ, гостевой тек астында. Керемет. Мына затты да ойластырдық. Ыстық су, мұздай су, жылы су осы жерге дейін келіп алдын ала ойластырылды. Әр бөлмеде мына зат бар. Бұл зат бүкіл үйдің температурасын бір температурада ұстайды. Әр бөлмеде ма, әр қабатта ма? Әр бөлмеде. Әр бөлмеде қарастырылған. Мысалы, мына жер коридорда бар. Ұлдардың, қыздардың, біздің. Ол көп үйде мысалға проблема, түнде ұйықтап жатсаң ысып кетесің, барып азайтасың. Біреуге ыстық жағады, біреуге салқын жағады. жағады. Жаурап кетесің де қосасың. Ал мынада сен бір температура, өзіңе комфортный температураны қойдың да мына жерге. Мына жер өте ыңғайлы. Бұл да бір негізі үлкен жайлылық. Бізде вентиляцияның ең үлкен преимуществосы. Бізде енді айтып жатады ғой, терезе ашылады ғой, немесе жаңағындай приточный клапан тастап кете саламыз, үйді тесіп кеттік, центральный жаңағы несущий стеналардың арасынан деп жатады. Бұл жерде ол жақсы, керемет, егер сырт жақтан ауа кіріп тұратын болса, сложный открываниемен терезе ашық тұратын болса. Ал бізде ең ауаның керек уақыты қыстың күні отопление қосылады, үйде қысым көбейеді, терезелер жабылады. Сол кезде біздегі ешқандай вентиляция жұмыс істемейді, ауа айналмай қалады. Сол кезде осы ең выручать ететін дүние осы. Бізде көпшілік үйде жаңағындай бала-шағаның мұрны бекітіліп қалды ұйықтаған кезде, увлажнитель воздух алып жатады. Оның барлығы енді бұл жерде бастапқыда құрылыс кезінде шығын болғанмен, ол алдағы уақытта сіздің, отбасыңыздың, ұл-қыздарыңыздың денсаулығы үшін жасалады. Так, онда біз жоғарыдағы эксплуатируемый кровляға көтерілейік. Кеттік па? Көрсетейік, кеттік. Так, қазір біз уже шатырдамыз, кровлядамыз. Жалпы хай-тек стильде бізде толық стильде сақтап парапет барлығы болғанмен көбінесе скрытый кровля болып жатады. Жаңа бюджетті экономдау мақсатында. Хай-тек стильдің технологиясы осы, жалпы бәке, дұрыс па? Бізде шатыр. Алмарасан табиғат керемет болып көрініп тұр. Глэмпинг тұр, мінекей. Тауға барудың қажеті жоқ. Отбасыңызбен шығып демала бересіздер. Барлығы керемет ойластырылған. Сосын мына жерде байқайтын болсаңыздар, бізде кровля толық қолданылмаған. Частично қолданылған. Ол да бір безопасность, яғни бала-шағаның, басқаның қауіпсіздігі мақсатында. Мына жерде бізде запаста 1 метр, ар жақта 2-3 метр қалғаны көрініп тұр. Сосын мынау ящиктер бізде үйде толыққанды бізде вентиляция, каналдар барлығы ойластырылған. Мынау біздің ящиктер, соның так арғы беттен өтіп көрейікші мына жақтан. Енді бұл жерде түсіндіріп өтетін мынау бірінші блоктар. Мына жерде 4 блок, мына жерде үлкен-үлкен 2 блок. Мына жерде бізде су келіп тұр. Надувной бассейн болып қойсаң да болады. Сондай планмен де жасалған. Алдағы уақытта бір қызықты идеялар келіп жататын болса, бұл жерде мүмкіндік көп, өйткені территорияны көріп тұрсыздар. Мынау бізде искусственный газон. Бұл искусственный, өйткені қыста, жазда ыстық болады, суық болады. Бұл жерге осындай газон ғана жарайды. Бұл жерде тағы бітпей қалған теннисный стол қойын деп жатырмын мына жерге. Настольный теннис, настольный теннис қоямын мына жерге. Натуральный 4 ағаш талын горшоктағы, натуральный. Үлкен. Мына жерде мынау көрініс, табиғат, мысалға қазір тау тұр, Алматы алақандағыдай болып тұр. Оның барлығы осы участокты, осы локацияны жобалау кезінде толыққанды преимуществосын, мүмкіндіктерін барлығын қарастыру мақсатында осының барлығы ескерілген. Жалпы бұл жобаға қатысты біз қазір Бәкең алтын уақытын бөліп, біз арнайы Шымкенттен аттың басын бұрып Алматыға келіп, сіздер үшін көрсетейік. Жалпы армандап жүрген кісілер болатын болса, жоспарлап жүрген кісілер болатын болса, бір пайдалы ақпарат болсын деген мақсатпен толық түсірдік. Бәкеңе рахмет. Керемет, жобадан айнымай, толыққанды ешқандай алып қоспай, қосымша ой қоспай, жобадағыдай қылып салудың өзі үлкен өнер. Оған бөлек алғыс айтамыз. Және каналға тіркеліп, осы үйге қатысты комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені кейде сұрақ болып қалады, біз ашпаған тақырыптар болып қалуы мүмкін. Соған қатысты сұрақтар болатын болса, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Біз оған келесі видеоларда жауап беретін боламыз. Ал Нұреке, сіздерге де рахмет. Осындай үйді сызып бергендеріңізге, Сәулет Групп компаниясына сенім артыңыздар. Көп үй, көп адамдар хай-тек үйді өз еркімен картинкадан, ютубтан көріп сала береді. Бірақ ол қателік. Осындай профессионалдарға сенім артып сыздырыңыздар. Өйткені ол үй өзіңіздің ойлағаныңыздай болмай қалады. Ал проектмен, архитектормен Сәулет Групп компаниясына сыздырсаңыздар, осындай тамаша үй ойдағыдай болып шығады, заманға сай үй болып шығады.
сіздерге рахмет. В общем, сонша ұзақтан келіп осы келгендеріңізге рахмет. Осылай түсіріп барлығын. Сенің алғысым шексіз. Рахмет, береке табыңыз. Байкең арнайы қазір бізде жаңағы көрсеткен барбекюде стейк дайындап жатыр. Құдай қаласа. Сол стейкімізді жеп алайық. Бізде қазір самолет күтіп тұр, аэропортқа бару керек деген сияқты. Жалпы, Бәке, әулетіңіздің өрісі кеңейе берсін. Ағайын туыстың басын жақсылыққа қосқан берекелі шаңырақ болсын. Рахмет үлкен, сіздерге де әр қазағыма осындай үй жұғысты болсын. Сіздерге үлкен рахмет. Аумин. Ал Бәке, енді жобаға қатысты толық түсірілімді аяқтадық. Өзіңіздің қолдан піскен стейкті жеп алдық. Шашлык келіп тұр мінекей. Енді ертең Құдай қаласа бұл видеоны толық салған кезімізде, жариялаған кезде көрермендерден міндетті түрде сұрақ болады. Жақсы жоба, жақсы шығыпты, әдемі ойдағыдай шығыпты, керемет аяқталыпты. Бірақ осыған қанша теңге кетті? Үйдің ішкі жұмыстары, сыртқы жұмыс, участок қанша болды деген сияқты сұрақтар болады. Соны аша аламыз ба сол сұрақтарды? Аша аламыз. 220 миллион кетті. Чисто үйдің өзі ғана. Далада гараж, тапшан, детский площадка, сосын үйдің артында баня, барбекю зона, оның бәрі бөлек 40 миллион кетті оларға. Сонда 260 миллион кетті. Жер 60. Сонда барлығын қосқанда 320 миллион ақша жараттым осы жерге. Әдемі. Үлкен еңбек жасалған, үлкен сума құйылған. Алла қаласа, ұлға, қызға, немере, шөбере қызығын көретіндей атам осыны кезінде өстіп соғып еді деп біздің видеоны көріп отырып рахметін айтатындай үй болсын Құдай қаласа. Рахмет, береке табыңыздар.